Смарт жобалау әдісі. Алға қойған мақсатыңызды смарт әдісі бойынша жобалау өте тиімді тәсіл. Аталған әдіс мақсатыңыздың жүйеленуіне, дұрыс жобалануына көмектеседі. Смарт сөзінің әр әрпі жоспарлауға қажет белгілі бір мағынаны білдіреді. Біріншісі S, яғни нақты. Кез келген мақсат жалпылама емес, айқын, әрі нақты, түсінікті болуы керек. Көп ақша табу секілді жалпылама қойылған мақсат ешқашан жүзеге аспайды. Тек арман болып қалуы мүмкін. Мақсат нақты болғаны секілді қарапайым, әрі жас бала да түсінетіндей ұғынықты болуы тиіс. Мысалы, Алматы, Шымкент қаласынан балалар аяқ киімін сататын дүкен ашу. Екіншісі, өлшеулі. Мақсаттың өлшемі мен көлемі анық болуы қажет. Мысалы, Алматы қаласында балалар аяқ киімін сататын 3 дүкен ашу, жылдық сауда айналымының көлемін 1 миллион теңгеге дейін көтеру, Instagram парақшасының оқырман санын 1 жылда 200 мыңға жеткізу сияқты тағы да басқа өлшеулі мақсаттар. Қойылған мақсаттың нақты мөлшері, алдын ала бекітілуі, межеге жетудің дәл өлшемі болуымен қатар, оны жүзеге асыру үшін қажетті ресурсты түгендеп, толыққанды жоспар жасауға адамды жігерлендіреді. Оны мына сұрақ арқылы нақтылауға болады. Мақсатқа жетіп-жетпегенімнің өлшемі қандай? Үшіншісі, мақсат қолжетімді болу керек. Қойылған мақсатқа жету шамадан тыс болмауы қажет. Ол үшін қажетті ресурс пен уақыт жеткілікті болуы шарт. Бұл жайлы мәшһүр Жүсіп бабамыз қолыңнан келмес іске әуре болсаң, еңбегін қанша қылған кетер зая дейді. Мақсаттың орындаларына ең әуелі адамның өзі сенімді болмағалы шарт. Мысалы, 2 жылдың ішінде 50 нүктеден аяқ киім дүкенін ашамын деген мақсат қойдыңыз делік. Оған қаржы, уақыт, іскерлік қабілет және білікті команда секілді ресурстар мен өмірлік тәжірибең жеткіліксіз болса, оның орындалуы ықтималдылығы әрине өте төмен. Өйткені мақсат иесі оның орындалу шарттарын қамтамасыз еткен жоқ. Ал сенім жоқ жерде тау қопарар шынайылық та, жетістік те болмайды. Ол тек қиял мен арман күйінде қалады. Мақсатқа жету мүмкіншілігіңді тексеру үшін өзіңе мына 2 сұрақты қоя білген жөн. Бұрын соңды мұндай мерзімде осындай ресурстар мен мақсатқа жеткен адам бар ма? Жеке тәжірибеде осындай істерді орындаған кезің болды ма? Егер бұл сұрақтарға беретін жауап жоқ болса, онда қойған мақсатыңа түзету енгізіп, қосымша уақыт, ресурс мүмкіндігін қайта қарастырғаның жөн. Төртінші, мақсат маңызды болу керек. Мақсаттың басты бағыты мен түпкі мәнін һәм оның болашақтағы пайдасын анықтап алған тиімді. Әйтеуір жасалуы керек деп пайдасы жоқ, қажетсіз істерді мақсат ретінде таңдап алып, уақыт пен күш-қуатыңды, қаражатыңды босқа шығындауға жол беруге болмайды. Көп адамның бастаған ісі аяқсыз, жасаған жұмысы нәтижесіз қалатындығының басты себебі мақсат айқындалмауынан. Мысалы, шет тілін үйрену үшін арнайы курсқа жазылғандардың көбі орта жолдан тастап кетіп жатады. Оған себеп тілді не үшін, қандай мақсатта үйрену керектігін білмеу, яғни еліктеушілік. Сондықтан әуел баста өзіңе алға қойған мақсатым орындалған кезде оның қандай пайдасы болады? Бұл мақсатымды қазір орындау маған тиімді ме? Жоқ әлде басқа уақытқа шегерген дұрыс па? Бұл мақсат бойынша жұмыс жасауым өзіме және жақындарыма қандай әсері болуы мүмкін? Деген сияқты сұрақтарды анықтап алғаның жөн. Бесіншісі, уақыты шектеулі болу керек. Мақсатқа жетудің тағы бір шарты, яғни көзделген істің аяқталатын мерзімі нақты жоспарланғаны дұрыс. Мысалы, 2023 жылдың наурыз айының 20 жұлдызында Шымкент қаласында аяқ киім дүкенінің ашылу рәсімін жасаймын дедіңіз. Мақсат қаншалық маңызды болса, оның орындалу мерзімінің нақтылануы да соншалықты өзекті.
Уақыт мерзімі нақты болған тұста межең де айқындалып, өзіңді барынша қамшылайсың, әрі ресурстарың мен бар қабілетіңді толық қолдануға тырысасың. Ал мақсат етілген істің мерзімдері кезең-кезеңмен белгіленбеген жағдайда арқаңды кеңге салып, жайбарақат жүріп алуың мүмкін. Сондай-ақ мерзімнің бекітілмеуі келесі кезектегі басқа мақсаттарыңды жүзеге асыруға кедергі келтіреді. Мақсатың миыңда қоқыс күйінде мазалап тұра береді. Мақсат қоюға қатысты жоғарыдағы шарттарды ескеріп отырып, оны жүзеге асырудың тиянақты жоспарын жасау қажет. Егер мақсатың ірі болса, бірнеше кезеңге бөліп қарастырған дұрыс. Сондай-ақ мақсатыңа қажетті ресурстарыңды түгендеп, қай жерде, қандай жолмен, қай уақытта, кіммен орындайтыныңды анықтап алуың керек. Осы орайда айнымас мақсат, сапалы жоспар құру үшін ең әуелі білім және табандылық керек. Таймайтын табандылық болмаса, алдыңнан кездесер қиыншылық пен бөгеттерге шыдас бере алмайсыз. Сөйтіп жарты жолда бастапқы мақсаттан адасып қаласыз. Шығыс халқының даналығындағы мақсатың қаншалықты биік болса, астыңдағы арғымағың соншалықты шабысты болады деген тәсілін үнемі есте сақтаған жөн. Мақсаттарың биік болсын. Алла елшісі бір хадисінде Алладан жұмақты сұрасаңдар, онда ең жоғарғысы Фирдаусты сұраңдар деген екен. Бұл өсиет мұсылман баласының биік мақсат қоюға үндейтін иләһи ұғым.